тиктокқа осылай мен сөйлеп жатқан видеоларымның астына біреулер бүйтіп жазып жатыр екен да. Әр еркектен бір туып деп та. Сол сөзге бүйтіп қарап қалдым да. Әр еркектен бір туып дегенді қандай адамға айтады біріншіден әр еркектен бір туып алды деген сөзді, егерде ол ер адамды сенің туыс тумаласың ешкім білмесе, егерде ол ер адамды сен даладан тауып алып, оны ешкім танымайды, бірақ сен жаңағыдай екіқабатсың, туып алдың, ешкім білмейді оның әкесі кім екенін. Сол кезде әр еркектен бір туып алыпты деген әңгіме айтады. Ал енді мына жақта енді менің случайымда әр еркектен бір туып алды деген вообще келіспейтін сияқты. Бірінші күйеуімді ел жұрттың бәрі біледі. Бірінші күйеуім әке-шешемнің алдынан келіп, біткен батасын беріп, әке-шешем үйден шай ішіп, бетім ашылып, тойым болып, кәдімгідей бүкіл қазақтың жөн жоралғысына сай шықтық. Араға уақыт салып, ендігі бұйырса енді уже ай күн жетіп отыр ғой. Екіншісінде өздерің көздеріңмен көрдіңдер, бүкіл тикток инстаграмда тұр. Мысалға әлі күнге дейін видеолар жатыр екен, әрбір жақта да сырғасы салынып, кәкіштек кәдімгідей әке-шешемнің алдынан келіп, өтіп, құда түсіп, той жөн жоралғысы жасалып тұрмысқа шықтым. Сонда бұл жерде қалай маған әр ер адамнан бір туып деген әңгіме кетеді.